Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Әріптесім Амалия сияқты емес мен жазды да, күзді де ұнататынымды түсіндім. Өйткені жылдың әр мезгілінің өзіндік ерекшеліктері бар. Бүгін мен сіздерге өткен аптадағы жаңалықтар туралы айтып беремін. Бәйтерек холдингі басқарма төрағасының орынбасары Әділ Мұхамеджанов Германияның сауда-өнеркәсіп палатасының делегациясымен кездесіп, премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың қатысуымен өткен дөңгелек үстелге қатысты. Холдинг басшылығы мен оның еншілес ұйымдары бизнестің, өнеркәсіптің және инвестициялардың түрлі салаларында неміс компанияларын қолдауға дайын екендіктерін білдірді. Бұл Қазақстан экономикасын дамыту және инновациялық технологияларға инвестициялар тарту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Өнеркәсіпті дамыту қорының портфелі 1 триллион теңгеге жетті. Қор өңдеу өнеркәсібін дамытуға, жоғары сапалы тауарлар өндірісін қолдауға және инфрақұрылымды дамытуға бағытталған маңызды жобаларды табысты дамытуды және қаржыландыруды жалғастыруда. Қор портфелінің өсуіне Қазақстан Республикасының өңдеу өнеркәсібін дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы және Қазақстан Республикасы үкіметінің басқа да бағдарламалық құжаттары шеңберіндегі жобаларды қаржыландыру есебінен қол жеткізілді. Казакэкспорт ұлттық экспорттық сақтандыру компаниясы мен Фортебанк қазақстандық экспорттаушыларды қолдауға және халықаралық сауданы дамытуға бағытталған стратегиялық келісімдерге қол қойды. Бұл келісімдер қазақстандық өнімді импорттаушылар мен отандық экспорттаушыларға қазақстандық тауарлардың экспортын ынталандыра отырып, маңызды қолдау көрсетеді. 5 қыркүйекте Бәйтерек холдингі Қазақстан халқының тілдері күніне орай мемлекеттік тіл, ортақ мүдделер тақырыбында дөңгелек үстел өткізді. Холдингтің барлық еншілес ұйымдарының қызметкерлері осы күннің маңыздылығын белсенді талқылап, тіл саясатын жүзеге асырудағы тәжірибелерімен бөлісті. Іс-шара соңында тілдер күнін мерекелеуге белсенді қатысқан барлық еншілес ұйымдар холдингтің алғыс хатымен марапатталды. Ресми әлеуметтік желілердегі соңғы жаңартулар мен қызықты материалдарды қадағалап отыруды ұмытпаңыз. Кездескенше күн жақсы, қымбатты достар.